Сіз жақындарыңызға қаншалықты жиі алғыс айтасыз? Кейде күнделікті өмірдің қарбаласында қарапайым рахмет сөзін ұмытып кетеміз. Ал шын мәнінде бір жылы сөздің өзі адамның көңілін көтеріп, күнін жарқын ете алады. Алғыс білдіру адамның рухани әлемін байытып, айналасына позитив энергия таратады. Өмірде бәріміз бір-бірімізге кішкене жарық бола аламыз. Ал алғыс сол жарықты жағудың ең жеңіл жолы. Сондықтан бүгін біреуге рахмет айтудан тартынбаңыз, ал біз осыған себепкер болайық. Мен өзімнің анашыма, менің анам болған үшін рахмет айтқым келеді. Мені осылай өмірге алып келген үшін, барлық тәлім тәрбиесін беріп, адам қатарына қосқан үшін. Мама, рахмет. Сен болған үшін. Анама болғанына рахмет деп айтқым келеді, себебі мені өсірген және де тәрбие берген, мен жақсы көретін, және мен де оны жақсы көретін адамдардың бірі болғаннан кейін, және де анама рахмет дегім келеді. Ана, сізге көп рахмет деп айтамын. Өйткені мені өмірге, армандарыма и осы бар болғаныңызға рахмет деп айтамын. Мен өзімнің анама рахмет айтқым келеді, себебі мені осы өмірге алып келген үшін, осы өмірде әрдайым мені қолдап, қателік жасасам да, жақсы нәрсе жасасам да, өмірде шалыс басқан кезім болса да, әрдайым маған өзінің ақылын айтып, ешқашан маған жоқ деп айтпаған анама үлкен алғыс білдіремін. Мама, маған осы жарық өмір сыйлаған үшін сізге көп рахмет. Мені осылай жігіт қылып өсіріп, достойын тәрбие берген үшін тоже сізге көп рахмет. Сізге басын дейіп алғыс айтам. Сосын менің Құдай қосқан әйеліме рахмет айтқым келеді. Себебі менде ештеңе жоқ кезде, қолымда ештеңе жоқ кезде менімен бірге болып, маған сеніп, қандай жағдай болмасын менің жанымда болған әйеліме рахмет айтқым келеді. Осы өмірде мені қиындықта болсын, сүрінгенде болсын қасымда табылған, мені әрқашан қолдап, өздерінің жылы тілектерін айтып, сөздерін айтып, маған мотивация берген әкеме, анама үлкен рахмет айтып, алғысымды білдіремін. Ол кісілердің болғаны мен үшін осы өмірдегі ең үлкен бақыт. Сол бақытты сезіне алғаныма өте қатты қуаныштымын. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздердің бар болғандарыңызға рахмет. Анашым өмірдегі ең қымбат жан. Мен сізге рахмет айтқым келеді. Өз анама рахмет айтқым келеді. Осы өмірге әкелген үшін, осы өмірді маған сыйлаған үшін. Екіншіден осы адал достарыма және өзімнің басқа да болған достарыма рахмет айтқым келеді. Анашым, әкешім, мені туып жаратқаныңызға, туып өсіргеніңізге рахмет. Мені осындай тәрбиелеген, осындай етіп жеткізген ата-анама үлкен рахмет. Спасибо одноклассникам и друзьям, что они всегда меня поддерживали и любили. Спасибо большое маме и Варе, я им очень благодарна. Они постоянно меня поддерживают и любят. Варя моя вообще самая лучшая подруга. Отбасым, сендердің бар болғандарына рахмет. Менің өмірімдегі ең жылы естеліктерді, сәттерді бірге бөлісіп, қайғыны да, қуанышты да ортақтасқандарын үшін алғыс айтамын. Благодарна, что мама есть. Анамның бар болғанына рахмет айтамын. Менің ұлдарым, сендердің бар болғандарыңа рахмет. Әке-шешем бар болғанына рахмет. Ағаларыма рахмет. Спасибо всем. Спасибо дочке, спасибо семье, спасибо всем вам. Спасибо тебе, мамочка, за заботу твою и любовь, добродушие твоей. Мен ата-анама рахметімді айтамын. Осындай күнде, осындай ортада жүргеніме, барлығына, жақсылықтардың барлығына себепші болғанына, осындай оқу орнында жүргенде, шетте жүрген барлығы ата-анамның қолдауымен сенгеннің арқасында сіздерді жақсы көремін. Сізге рахмет, осы өмірге алып келгеніңіз үшін. Сізге алғысым көп. Мен өзімнің анама үлкен рахмет айтамын, және мені қолдап жүретін барлық достарыма да үлкен рахмет. Анашым, сізге көп рахмет, осы өмірге алып келгеніңіз үшін, осындай тәрбие беріп, осы жасыма дейін жеткізгеніңіз үшін сізге көп алғыс айтамын. Рахмет. Рахмет. Спасибо большое. Рахмет. 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 Үлкен алғыс білдіремін. Көп рахмет.
рахмет бұл жай ғана сөз емес, бұл адамнан адамға берілетін ең шынайы сыйлық. Біз кейде рахмет айтуды ұмытып кетіп жатамыз. Бірақ осы бір сәтке тоқтаңыз, рахмет айтыңыз, алғыс білдіріңіз, себебі бұндай сәт ешқашан туындамауы да мүмкін. Сол үшін өмірдегі ең тәтті сыйлық рахмет деп жатады. Осы сәтте жақындарыңызға рахмет айтыңыздар.